дауыстар бола ма екен? Естіп жатсың ба, естімейсің ба? Что-то надо былай. Бүгін біздің тарақ именно для девочек розовый. Қызық, почему-то менің аудиториям көбісі ер адам. Білмеймін, сол нәрсе мені андай бір түрлі қылдырады да. Менің осы істеп жатқаным, я жалпы осы видеоларым әйел адамдардың ішкі әлемін реттеуге, көңіл күйлерін көтеруге, әйел адамдарға арнап күтім жасау деген ниет бар да, бірақ оны көбісі ер адамдар қарайды. Соны мен ойлаймын да, ол дұрыс бола ма екен деп. Көрерміз, хорошо. Алхамдулилля. Мүмкін әлі де аудитория әйел адамдарға қарай ауысып кетер. Так, бисмилля. Так, давай бисмилля жаймен деп тарап көрейік, хорошо. Так, енді мен осы бір ай қайда болдым, негізінде мен андай үздіксіз видеоларды түсіріп жүрдім ғой, үздіксіз. Бірақ арасында пауза кетіп қалдым. Себебі мен микрофоным келмеді. И вообще, мәселе микрофонда емес, мәселе менің жағдай миымда болып шықты. Себебі былайда, адамның, сенің және менің ми 85% негативті установкалар толып тұр. Яғни біздерге позитивті ойлап, жақсылыққа бұрмалау, өзімізді жаңағыдай көңіл күйімізді көтеру деген бізге қиынға соғады. Бізге одан да уныние, көңіл күй түсіп, қайғыға беріліп, қорқыныштармен жамылып отырған, это легче, чем позитивті ойлауға. Вот осындай нәрсе. И мәселе сода, короче. Енді мен осы уақытқа дейін енді жаңағыдай ойландым, өзіме жұмыс жасадым. Прям кәдімгідей қой ғалия деп әрекет ете береміз, берекетті Аллах береді деп. Ла иляха иллаллах. Күн күркіреп жатыр. Сондай нәрседе қорықпай әрекет ету. Сондай нәрсе. Жәрдемді тек Аллах тағала береді. Ешкімнен еш нәрсе күтпеймін деген сияқты нәрселер. Сондай бір осознание, сондай бір түсініктер. Кәдімгідей көзім ашылды ғой енді, Аллаға шүкір. Осындай нәрсе. Көп нәрсеге өзімді лайықты санау деген. Мен бақытты бола аламын. Осындайда мен өзімді көп ақшаға дайындай аламын деген сияқты. Сондай нәрсе. Мен өзімнің кез келген саламды, осы YouTube арнам, Instagram парақшам деген сияқты барлығын Алла разылығы үшін жасай аламын деп өзіммен кәдімгідей осы уақытқа дейін жұмыстадым. Оңай болған жоқ, бірақ қолымнан келді деп үміт етемін, сенемін, қолымнан келді. Алхамдулилля. Ла иляха иллаллах. Вот осылай. Біздерді көбінесе шайтан аузубилля осылай қорқытып, өз-өзімізге жаңағыдай сенімсіздік ұялатып жасап жатқан ісіміз как будто бы ешкімге керек емес. Мен де солай ойладым да, менің YouTube арнам ешкімге керек емес деген сияқты. Менен басқа да парақша жүргізіп, табыс тауып, адамдарға пайдалы болып жатқандар былайынан көп. Мен кімге керекпін деген сияқты нәрсе. Бірақ Аллаға шүкір, сіздердің жазған хаттарыңыз себепті, то, что мені іздеп жазып жатсыздар. Алла жақсылық берсін, рахмет көп. Ценю, люблю, благодарю. Вот осындай нәрсе. И сол себепті бәрі де, алхамдулилля, жақсы болды.
расымен де жақындайсың. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла. Давай бірге айтып көрейік. Сен бастайсың ба, мен бастайын ба? Астағфирулла, 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 астағфирулла. Қазір жаңбыр жауып тұрған сәт. Дұға жасап алайық, иә? Я Робби, я Аллах Тағала, кіршіксіз пәк, я Субхана Карим, я Робби, я Аллах Тағала, күнәларымызды кешірші, өзіңе жақын құлдарыңнан етші, тура жолдағы құлдарыңнан етші, мұсылман болып өмір сүріп, мұсылман болып өлімізді нәсіп етші. Я Робби, осы дүнияда сен разы болатын амалдармен мені де және менің қыздарымды да, я Робби, шұғылдандырып қойшы. Я Аллах Тағала, менің ісіме берекет берші, мен арқылы өзге де адамдарға пайда беріп қойшы. Я Аллах Тағала, осы кәсібіме, ютуб арнама берекет берші. Я Аллах Тағала, мені мұсылмандарға пайдалы етші. Сені өзім үшін еске алады. Және сені өзгелерге еске салушы құлдарыңнан ет. Я Аллах Тағала, біздерді өзіңнен басқа ешкімге де, еш нәрсеге мұқтаж қылдырмашы. Я Рабби, күнәларымызды кешірші. Я Аллах Тағала, дүние ақыретімізге берекет берші, жақсылық беріп қойшы, тозақтан құтқаршы, жәннатты нәсіп етші. Я Аллахым, өзіңнің ізгі амалдарыңа біздерді пайдаланшы, өзіңнің ізгі жақсы істеріңе, я Рабби, сен разы болатын амалдармен біздерді шұғылдан